Саламатсыздар ма оқушылар, әрмен қарай біз атомдық физиканың есептерін жалғастыратын боламыз. Соңғы рет 23-ші сұраққа келген болатынбыз. Бұл жерде айтып өткендей, ядросында бір протоны бар атом бір электроннан айырылса, бұл бөлшек бізде сутек ионы болады деп айттық. Себебі өзі сутек бір протоннан ғана тұрады. Андай X мысалға бізде AZ болатын болса, А дегеніміз бізде бұл массалық сан, Z дегеніміз протон саны, сондықтан бір протон болса, демек бұл жерде А да бізде бірге тең массалық саны сутектің. Неге? Себебі бұл деген сөз оның бірақ протоны бар дегенді білдіреді, және электроны бар деген білдіреді. Электрон айырылып тұр, сондықтан сутек ионына айналады. Ал енді нейтрондарға келетін болсақ, нейтрон дегеніміз ол бізде А минус Z, бұл жерде бірден бір азайтылады да 0 болып қалады, яғни нейтрон жоқ деген сөз ғой, сондай. Енді әрмен қарай кетейік. Келесі сұрақтар. 24 бізде резерфорд жасаған атомның классикалық моделі мына жағдайлардың қайсысын түсіндіре алмайды деген сұрақ. Бұл жерде бізде атомның тұрақтылығын деп жауап береміз. А нұсқасы. Бордың бірінші постулаты. Бордың бірінші постулаты бұл бізде стационар орбитадағы электронда сәуле шығармайды дейміз. С нұсқасы. Дәл осының формасы бар. Бордың бірінші постулатының өрнегі бізде Е нұсқасы болады екен. Дәл осы Е нұсқасындағы форманы жаттап алсақ, бұл есепті шығаруға бізге көмектеседі осы атомдық физикадағы. Енді келесі 31-ге келейік. 31 бұл жерде бізде сутек атомы үшін электронның бірінші орбитасының радиусы дейді. Яғни бірінші орбитасының радиусы берілген. Ол бізде 5-3, 10-ның минус 11 дәрежесі метрге тең. Осы орбитадағы электронның жылдамдығын табу керек дейді. Электронның жылдамдығы ол бізде В, жай ғана. Енді сол үшін бағанағы бордың біз бірінші постулаттың формасын қолданамыз. Ол бізде m var тең n көбейтілген h. Мынау h бізде бірақ басқаша. Бұл кәдімгі планк тұрақты сияқты емес. Бұл h-тың өзі кішкене ерекшелік бар. Бұл дегеніміз бұл кәдімгі h-ты планк тұрақтысын біз 2 пиға бөлеміз. Соның мәніне тең. Яғни оның мәні бізде 1,05 10-ның минус 34 дәрежесі джоуль бөлінген секунд болады. Енді осы форманы қолданатын болсақ, бұл жерде кәдімгі V дейміз да, мына жақта NH черточканы бөлеміз MR-ға. Осы жерден кәдімгі мәндерін қойып кете береміз. Енді айта кететін жайт, неге бұл жақта бізде M var, NH, бұл жақтағы M дегеніміз не деген сияқты сұрақта келеді. Бұның барлығы бізде электронның массасы. Мынау орбитаның несі, радиусы. V дегеніміз сол біздегі жаңағы айналатын электрондардың жылдамдықтары. N дегеніміз орбита саны, H дегеніміз бағана айтқан мына бір мәнге тең. Демек дәл осы форманы орнына қоя саламыз да V-ның жылдамдығын шығарады екенбіз. Есептеу қатты қиын емес, бірінші орбита, сондықтан N бізде бірге тең болады. Жаттап алу керек. Орбиталар саны бар бізде. N ол бізде жаңағыдай 1-ге тең болуы мүмкін, 2-ге тең болуы мүмкін, 3-ге тең болуы мүмкін деген сияқты кете береді. Бұл орбиталар саны деп атаймыз. Бірінші орбита дейтін болса, демек бізде N-іміз жай ғана 1-ге тең бола салады деген сөз бітті. Демек келеміз де N-нің орнына 1-ді қоямыз. H-тың өзі қалады. Ол бізде 1,05 10-ның минус 34 дәрежесі дейміз де. Арғыдай астында M дегеніміз как раз сол бізде жаңағы электронның біздегі массасы. 9-11 10-ның минус 31 дәрежесі. R дегенімізді берілген радиусты орнына қоя салады екенбіз. 5-3 10-ның минус 11 дәрежесі деп. Енді осымен есептейтін болсақ, бізде мына шама шығады. Бұл шама енді кішкене мына кітапта қате кеткен. 10-ның 10 дәрежесі емес, 10-ның 6 дәрежесі шығу керек. 2-2 10-ның 6 дәрежесі метр бөлінген секунд. Осында жауап шығады бізде. Бұл дегеніміз электронның бірінші орбитадағы жылдамдығы. Осыны жаттап алсақ жеткілікті. Енді келесі 32-ні қалай шығарамыз деген сұрақ. 32-де бізде бұл жерде тоже самый есеп, бірақ осының жалғасы да. Неге өйткені айтып тұр бізде сутек атомдағы бордың бірінші орбитасындағы электронның импульсін сұрап тұр. Импульс кәдімгі форма. Импульс дегеніміз ол бізде m көбейтілген V ғой. Бұл жерден біз бұны табу үшін, яғни кәдімгі электронның массасын бірінші орбита дейтін болса, бірінші орбитадағы неге жылдамдыққа көбейте саламыз. Оны біз жаңа ғана таптық. 2-2 10-ның минус 10-ның плюс 6 дәрежесі дедік па, соны қоямыз да жерге. Мәні бізде шыға салады. Екеуін көбейтсек, примерно бізде 20 шығады. 10-ның минус 25 дәрежесі болады, килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Бұл дегеніміз мына вариантқа келіп тұр ғой, бұл нұсқасына. Мына нұсқасы, мына нұсқасының яқта 10-ның 6 дәрежесі. Енді сутек атомы үшін n-ші орбитаның радиусы дейді. Енді бұны біз өзіміз шығаруымыз керек. Бұл үшін біз кәдімгі бордың постулатын қолданамыз, яғни MVR ол бізде n көбейтілген h черточкада. Одан соң барып біз бұл жерде тағы қолданамыз нені? Ол кәдімгі
біздегі электростатикадағы мынау келетін болсақ mv квадрат бөлінген 2 дегеніміз кинетикалық энергия. Бұл бізде kq квадрат бөлінген 2 яғни mv квадрат бөлінген 2 емес, бұл бізде кәдімгі не күш қой. Біз мына формула білет бастан көрсетіп өте салайын былайынан түсінікті болу үшін. Кәдімгі Кулон заңына келейік. Ол бізде F тең, енді электрон үшін ол бізде K көбейтілген 2 квадрат бөлінген R квадрат болады. Мына F дегеніміз ол бізде не? Ол дегеніміз бізде M көбейтілген A ғой. Мына ашайық тағы да. Ол дегеніміз M көбейтілген A. Мына жерде K квадрат бөлінген R квадрат. A-ның өзін ашамыз. A дегеніміз ол бізде не? Ол V квадрат бөлінген R. Иә? Мына жақта бізде тағы да K квадрат бөлінген R квадрат болады. И осы жерде мына R мен мына біреу кетеді. Сонда қорытқы формула бізде MV квадрат. Мына жақта бізде K ның квадраты R дейміз да. Осымен бітеді екен. Енді осы жерден бізге R-дің формасын шығару керек. Ол үшін не істейміз біз? Бұл үшін біз мына жердегі V-ның формасын шығарып аламыз. Ол жерде бізде V дегеніміз ол бізде ол N көбейтілген H бөлінген MR. Осыны мына жерге қоятын болсақ квадратта, осы жерде біз R-ді табады екенбіз. Сонда не істейміз біз бұл жерде? Орнына қояйық сразу M. V-ның орнына қойып отырмын мәндерін N көбейтілген H. Так, квадратта бұның барлығы, квадратта. M тоже квадратта, R тоже квадратта бізде. Яқта бізде K көбейтілген E-ның квадраты бөлінген R. Осы жерде мына R менен біреу кетеді. Яқта масса менен біреу кетеді. Одан соң барып болды ғой деймін, по идее. Так, сонда бізде қорытқы формула N квадрат көбейтілген H-тың квадраты бөлінген. Так, жай ғана мына жерде MR деп айтамыз. Мына жерде бізде KE квадрат дейді екенбіз, е. Сонымен бізде соңғы формаға келетін болсақ бұл қалай болады? Так, R дегеніміз ол бізде кәдімгі N квадрат, H квадрат бөлінген. Так, KE квадрат M. Мәне осы форма бізде қорытқы форма. Енді бұл не үшін жазып отыр деген сұрақ келетін болсақ, мына бізде N-ші орбитаның радиусы деп белгілейтін болсақ, демек, енді осы жерде қарайық. Бізде N-ші радиус болатын болса, R1 болу үшін N-ның орбитасы 1-ге тең болу керек еді ғой. Мына 1-ге тең болатын болса, мына жоқ болады да. Сол үшін біз бұны жаза аламыз. Мынау дегеніміз N 1-ге тең болған кездегі мынау дегеніміз бұл R1-дің мәні кәдімгі. И соның қасында бізде N квадрат көбейтіліп тұрады еще. Демек бізде қорытқы формула сутек атомы үшін N-ші орбитаның радиусы ол бізде R тең R1 көбейтілген N квадрат болады екен. Ең нұсқасы осын жаттап алсаңыздар болды, өте оңай. Неге бұны мен қорытып көрсетіп отырмын? Себебі енді келесі осы форманы қолдана береміз. Біз бағанағыдай бірінші орбитаның радиусын білеміз ғой, міне 5 10-ның -1 дәрежесі. Осыны білеміз. Ал енді екіншін тап дейтін болса, N-ның орнына 2-ні қоя саламыз да, сөйтіп екіншін таба саламыз. Ол бізге оңай болады. Яғни мына форманы жаттап алу керек. Сутек атомы үшін N-ші орбитаның радиусы ол Rm бізде R1 көбейтілген N квадрат деп айтады екенбіз. Оған дейінгілерге бас ауыртудың керегі жоқ. Мына жақтағы қорытқы форманы түсінбесеңіз, ол мүлдем керек емес. Оны түсіну жай ғана шыққан форманы жаттап алсақ болды. Енді әрмен қарай кеттік. 34 міне, осыны қолданамыз қазір. Сутек атомының екінші орбитасының радиусы дейді. Не істейміз бағанағы форма? Мида шутудың керегі жоқ. Форманы қайттан қорытып N дегеніміз ол бізде R1 көбейтілген N квадрат. Енді бізге екіншіні табу керек. Демек, мынау 2-ге тең болды ма? Демек, R1 көбейтілген 2-ның квадрат деген сөз. Демек, бұл бізде 4 R1 деген сөз. Яғни бірінші атомның орбитасының радиусынан 4 есе көп деген сөз. Ал бірінші атомның радиусын жаттап алу керек. Ол бізде кәдімгі тұрақшама 5-те 3 10-ның -1 дәрежесі деп айтамыз оны. Көп жерде қолданылады. Мына жақта беріліп болған, негізі бұл бізде R0 деп аталады. Яғни бірінші болғандықтан енді сөзден басталғандықтан R0 дейді. Яғни тұрақты мән, бастапқы мәні 5-те 3 10-ның -1 дәрежесі. Сосын көбейте салыңыз бітті, сонда есептің жауабы шыға салады. Ал так логичный көбейтетін болсақ, бұл жерде көрініп тұр бізде не шығады? Мына жақта 21-де 2 шығады. И 10-ның -1 дәрежесі метр да. Міне. Так енді бұл бізде қайсысына сәйкес келеді дейтін болсақ, мына д-ға келіп тұр ғой, міне. Осыны белгілейміз, кете береміз. Так, түсінікті деп ойлаймын бұны енді. Келесі. Сутек атомы үшін электронның екінші орбитадағы жылдамдығы дейді. Енді бұл жерде тағы да форманы шығару керек. Бірақ мен сіздерге форманы шығартып миларыңызды ашпай қойын, бірден готовый форманы жазып берсем болады. Бағанағыдай негізі бәрі қорытып шығарылады. Өздеріңіз қазір мен форманы жазып кетемін, соны қорытып шығарсаңыздар, Мына жерде қараңыздар. Бізде мысалы R дегеніміз Rn, это есть у нас N квадрат. Так, көбейтеміз бұл жақта нені? H-тың квадраты бар, нерде дұрыс па? Ана форманы қайтын жазып жатырмын, мына формуланы. Так, сонда бізде мына жақта KE квадрат қараймыз. KE квадрат, и нерде не бізде? KE квадрат, нерде бізде тағы да не қап кетті қазір? M қап кетті просто.
міне м осы жерге жазамыз. Енді қараңыздар, бұл не үшін жазып жатырмын деген сұрақ қой. Сөйтеміз да, кәдімгі бордың постулаты бар ғой бізде, м в r на n дейміз да, n дейміз да, n h дейміз. Көрдіңіздер ма? Міне осы жерде мынаның формасын шығару үшін мына rn-нің орнына әкеп мынаны қоямыз, мына мәнді әкеп қоясыздар. Сол кезде қорыту уақытта vn-нің формасы шығады бізде, ол өте ұзақ. Ал енді сол vn-нің именно бізде n-ге орбитаның санына қатысты қорытқы формасын шығаратын болсақ, бұл жерде енді біраз форма шығады бізде, соны міндетті түрде жазып шығу керек. Сол кезде бізде мынандай бір форма шығады. Ең соңғысы v1 бөлінген n деген. Бұл қайдан шықты деген сұрақ. n дегеніміз ол орбитаның саны қала береді, ал v1 дегеніміз мына жақтағы бірінші орбитаның жылдамдығын табу кезіндегі біздегі формула. Үстемізде осы формуляны да шығара береміз. Мысалға келеді де бізде сутек атом үшін электронның екінші орбитадағы жылдамдығы дейді. Біз бірінші орбитадағы жылдамдығын білеміз, ол 2-де 2 10-ның 6 дәрежесі екендігін үстемізде 2 деді ма 2-ге бөле саламыз. Бұл деген сөз кәдімгі біз екінші орбитадағы жылдамдықты тауып жатырмыз деген сөз ғой. Сонда келеміз де мынаған бөле салады екенбіз. Дәл мынау қайталанып жатыр. Орнына қойсақ 1-де 1 10-ның 6 дәрежесі метр бөлінген секунд шығады. Міне бұл нұсқасы. Дәл осы бүгін нұсқа талдауды аяқтаймыз. Бірақ мына жерде мен мына форманы қорытып соңына дейін көрсетіп кете салайын, түсінбеген адамдар үшін. Мына жерде енді бізде келетін болсақ, ары қарай кете берейік. vn n-нің орнына әкеп мынаны қоямын, n квадрат, яқта h-ның квадраты, яқта бізде k квадрат m, мына жерде бізде тағы да nh. Мына қарасаңыздар, мынаның біреуімен мынаның полный дәрежеге кетіп қалды. m мен мыяқта m кетті. Сонда бізде қалған дүние бұл жерде не? vn, так nh бөлінген бізде k квадрат жай ғана, Сонда қорытқы форма бұдан шығатын болса, vn дегеніміз ол бізде k квадрат мыяққа кетіп қалады да, бөлінген nh болады. Көрдіңіздер ме? Міне. Осы жерде мынау k квадрат h дегеніміз бұл бізде v1 деген сөз. Мен осыны айтып жатырмын. Сол v1-дің n-ге қатынасы бұл бізде vn-нің шыққан жердегі қорытқы формасы болады екен.